Адамзат өзін әр минут сайын көбейіп жатқан құбыжықтардан қорғау үшін алып қамалдар тұрғызады. Ежелгі Қытайдың шетінде жалдамалы әскерлер Моңғол жауынгерлерінен қашып келеді. Олардың қайсар басшысы, мергендігімен аты шыққан Гаран, қуғыншыларды адастыру үшін адамдарға аттарын босатуды бұйырады. Айласы іске асып, шаршаған жолаушыларға қашып құтылуға уақыт береді. Күн бата қалжыраған сарбаздар шатырларын тігіп, от басына жиналады. Сонда олар өздерінің қауіпті сапарының шынайы мақсатын айтады. Қара оқ дәріні табу, ауаға от беріп, бір сәтте ондаған жанды қырып салатын аңызға айналған затты іздеу. 6 айға созылған азапты сапардан кейін азық-түліктері азайды, күш-қуаттары таусыла бастады. Олар 20 адамынан айырылды, ал кейбірі кері қайтуды ойлай бастады. Сол сәтте көлеңкеден белгісіз бір жыртқыш шығып, лагерді қырып салады. Тек Гаран мен адал серігі, қылышы Товар аман қалады. Батыл Гаран құбыжыққа қарсы шығып, оның бір қолын шауып түсіреді. Дағдарған екеуі мұндай мақұлықты бұрын соңды көрмеген еді. Лагерде қалу қауіпті екенін түсінген соң, жиналып қайта жолға шығады. Гаран құбыжықтың кесілген қолын алып кетеді. Мүмкін ол олардың кімге тап болғанын ашып берер деп үміттенеді. Келесі күні жаңа қауіп шығады, Моңғол аттылары қайтадан соңдарынан ілесе келеді. Осы сәтте олардың алдында ұлы Қытай қорғаны көтеріледі. Мыңдаған Қытай садақшылары садақтарын тартып, жебелердің нөсерін жібереді. Қос оттың ортасында қалған Гаран таңдау жасайды. Моңғолдардың қолына түскенше, белгісіз Қытайларға берілгенді жөн көреді. Ол қаруын тастап, рахымға үміт артады. Бейтаныс шетелдіктің қолында алып кесілген құбыжықтың қолын көрген Қытайдың таңдаулы әскерлері, шекарадан тыс қауіптен елді қорғайтын, атаусыз орден жауынгерлері аң-таң болады. Қатаң мінезді қолбасшы Лин ол, жан түршігерлік олжаны қайдан алғанын сұрайды. Гаран құбыжықпен жалғыз шайқасып, қолын шапқанын айтады. Бірақ Қытай қолбасшылары оған сенбейді. Дегенмен айлакер кеңесші Ван олардың киімдері мен қаруларында адамға жат бір шайқастың іздері барын байқайды. Бәлкім, шетелдіктер рас айтар. Қытайлар бұл құбыжықтар туралы әлдеқайда көп білетіні анық еді. Қолбасшы Лин құпияны сақтау үшін тұтқындарды өлтіруді ұсынады. Бірақ Ван сабыр сақтап, шындық толық ашылғанша тірі қалдыруды талап етеді. Дәл осы сәтте күзет мұнарасынан жаудың жақындап қалғаны туралы хабар келеді. Генерал Шау дереу тұтқындарды түрмеге қамап, әскерін шайқасқа дайындайды. Жолда Гаран мен Товар мұндай зор қамалды не үшін тұрғызғанын сұрайды. Сонда Ван шындықты ашады. Олар шайқасқан мақұлық, Таути деп аталатын жасырын скаут, әр 60 жыл сайын адамзатты қырып жоятын жасыл жыртқыштардың ордасына тиесілі. Атаусыз орден соғыс ерте ме, кеш пе басталарын білетін. Бірақ басқыншылықтың 9 күннен кейін басталады деп ойлаған. Гаран мен Товарды қамалдың үстіне шығарады. Олар түрлі түсті сауыт киген ұлан ғайыр Қытай әскерін көреді. Қара, жаяу әскерге, қызыл, садақшыларға арналған. Бірақ оларды ең таңғалдырғаны көк сауыттағы жауынгер әйелдер еді. Оларға қолбасшы Линнің өзі басшылық ететін. Сарбаздар қамалдың шетінде сап түзеп тұрғанда, алыстан жасыл құбыжықтардың толқыны ұмтылады. Аңыздағы Таути рас болып шықты. Генерал Шау бұйрық береді. Отты зеңбіректер мен катапульттар аспанды өртке орап, құбыжықтарға от жаңбырын жаудырады. Садақшылар жебелерін жаудырады. Бірақ ашкөз мақұлықтар тоқтамай, қамалға жетіп үлгереді. Көк сауыттағы батыл әйелдер арқан мен төмен түсіп, найзаларын жауларға қадайды. Бірақ олардың бәрі қайта оралмайды. Кейбірі қырғыннан қайтпайды. Осы дүрбелеңде тұтқындарды ешкім байқамайды. Сол сәтте Товар қамалға өрмелеп шыққан тағы бір еуропалықты, сер балаларды көреді. Алыстан Таути ханшайымы күзетшілермен бірге көрінеді. Ван оны байқап, дереу генерал Шауға жеткізеді. Зеңбіректер ханшайымға атқылағанымен, оның сақшылары денелерімен қорғап қалады. Ханшайым айғайлап, әскеріне жаңа тактика береді. Құбыжықтар бір-бірін тірі баспалдақ қылып, қамалға өрмелей бастайды. Қорған үстіне лап қойған мақұлықтарға қарсы шайқас басталады. Гаран мен Товарды балалар босатып, қолдарын шешеді. Жас сарбаз Пен Юм бір құбыжыққа батыл қарсы шықса да, жеңіліп қалады. Гаран мен Товар көмекке ұмтылып, найза мен құбыжықтың аузына соққы береді. Қансырап жатқан мақұлықты ақыры екеуі бірлесіп өлтіреді. Сол сәтте ханшайым айғайлап, әскеріне шегінуді бұйырады. Құбыжықтар өлгендерін арқалап әкетіп, адамдарға зерттеуге мүмкіндік бермейді. Жеңістен кейін Қытай қолбасшылары еуропалықтарға келеді. Гаран мен Товар қаруларын тастап, өлім күтеді. Бірақ генерал Шау олардың ерлігін бағалап, түрмеге емес, казармаға апаруды бұйырады. Олар жақсылап демалуы керек, өйткені құбыжықтар міндетті түрде қайта оралып, тағы бір шайқас басталады. Ханг өз құтқарушысына жақындап, өмірін сақтап қалғаны үшін Гаранға шын жүректен алғыс айтады. Сол түні генерал Шау мен қолбасшы Лин қамалдың үстінде кездеседі. Ол Линнің атаусыз орденде қалай өскенін,
өзі оған қанша нәрсе үйреткенін еске алады. Бірақ ол Тауте 60 жыл бұрынғыдан ақылдырақ болып кеткенін атап өтеді. Кеңесші Ван бұл құбыжықтардың эволюцияға ұшырап жатқанын ескерткен. Бірақ ешкім тыңдамаған еді. Енді олардың ордені күткеннен де зор қауіпке тап болды. Казармада достар Баллардпен кездеседі. Ол да 25 жыл бұрын қара оқ дәріні іздеп жүріп қолға түскен болып шығады. Тывар Баллардтан дәріні таптың ба деп сұраса, ол жауаптан жалтарады. Баллард кеткеннен кейін Гаран оның құпияны білетінін сезеді. Ол Баллардпен келісіп, кейін дәріні ұрлап қашуды ұсынады. Келесі күні Шау мен Лин батыр еуропалықтарды алғыс ретінде мерекелік дастарханға шақырады. Қолбасшы Чен Гаранның садағы мұндай мергенге лайық емес дейді. Бірақ Гаран ондай қару жоқ деп тұрып алады. Қытайлар күлкіге қарық болып, Шау дәл қазір қонақтардың көзінше садақ атуға сынақ ұсынады. Егер Гаран қателессе, біреуді жаралауы мүмкін еді. Бірақ ол батыл қабылдап, мергендігін дәлелдейді. Түскі ас кезінде Гаран Линнің жанына отырады. Ол қытайлар мен еуропалықтардың арасындағы аудармашы болып жүр. Сөйтсе, оған ағылшын тілін Баллард үйреткен екен. Әңгіме барысында Гаран бала кезінен әскерде болғанын, бірақ Линнен айырмашылығы, ол өз елі үшін емес, тамақ пен ақша үшін соғысқанын мойындайды. Келесі стилде Товар мен Баллард сөйлеседі. Қария қытайлар ешқашан оларды босатпайтынына сенімді. Ол қашу жоспарын ойлап тауып, екеуін бөлмесіне шақырады. Кейін Лин Гаранды қамалдың үстіне ертіп шығып, әйел жауынгерлер секілді арқанмен секіріп көруді ұсынады. Гаран өмірін қатерге тіккісі келмейді. Лин сенуге шақырып, олардың ақша үшін емес, идея үшін соғысатынын түсіндіреді. Бірақ Гаран ешкімге сенбейтінін, тек сол үшін аман жүргенін айтады. Лин мұңайып, егер солай болса, онда олар да оған сене алмайтынын жеткізеді. Түнде қытайлар келесі шабуылға дайындалып жатқанда, Баллард оларға қара оқ дәріні көрсетеді. Оның бәріне жететінін айтады. Ол шайқас кезінде әскер алаңдаған сәтте жасырын қашуды ұсынады. Әңгімелерін уайымдаулы кеңесші Ван бөледі. Ол еуропалықтардың арасынан бір магнит тасты тауып алған. Оның ойынша, осы тас Гаранға алғашқы құбыжықты жеңуге көмектескен. Ван Таутенің шығу тегі жайлы қорқынышты шындықты ашады. Олар жерге 20 ғасыр бұрын ғарыштан келген. Аңызға сенсек, оларды құдайлар ашкөз императорды жазалау үшін жіберген. Содан бері әр 60 жыл сайын қайта оралып, тіршілік иелерін қырып, хан шаймын азықпен қамтамасыз етіп, көбеюге тырысады. Қытай астанасы қамалдан бар жоғы 300 миль қашықтықта. Егер құбыжықтар қалаға жетсе, 2 миллион халықты жеп, әскерін әлдеқайда үлкейтеді. Бұл адамзатты жойылуға жақындатады. Осы кезде қырағы генерал Шау батыс мұнараларындағы сарбаздардың жоғалып кеткенін байқайды. Ол Линмен бірге тексеруге барады. Олар қамал үстіне әдейі тасталған құбыжықтардың өлі денелерін көреді. Бұл бұрын соңды болмаған әрекет еді. Сарбаздар абайлап алға жылжиды. Бір құбыжықты байқайды. Бірақ тәжірибелі Шау екіншісінің көлеңкесін аңғарып, шабуылға дайындалады. Екі жыртқыш бір мезетте тап береді. Генерал Линді қорғап жүріп ауыр жарақат алады. Әскер үлгеріп жеткенде тым кешеді. Шауны құтқару мүмкін болмайды. Өлер алдында ол Линді мұрагер етіп, соңғы өсиетін айтады. Бұл мақұлықтарды ешқашан ақымақ санама. Аспанда мыңдаған шамдар ұшып, батыр рухын мәңгілікке шығарып салады. Көп ұзамай император Шеннің елшісі астанадан жетіп, құбыжықтармен өткен шайқастар туралы ежелгі жазбаларды алып келеді. 60 жыл бұрын бір генерал маңызды жаңалық ашқан сарбаздарды тауда қуа жөнелген құбыжықтар магниттің жанында тоқтап қалған. Демек, магнит оларды саңырау қылады, ал хан шаймының бұйрығынсыз олар дәрменсіз. Магниттің әсерін сынау үшін Гаран батыл жоспар ұсынады: құбыжықты тірідей ұстау. Бірақ Товар ашуланып, басты мақсаттары оқ дәрмен қашу екенін еске салады. Ван алып қармақтарға иықтататын дәрі жағып дайындайды. Көп ұзамай жаңа толқын қамалға ұмтылады. Қорғаннан алып қылыштар шығып, құбыжықтарды турап тастайды. Сарбаздар жан аямай соғысып, Лин қармақтарды атуға бұйырады. Үлкен гарбундар мақұлықтарды шынжырлап ұстайды. Бірақ ақылды құбыжықтар байланыстарын үзе бастайды. Тек біреуі ғана торда қалады. Шайқас кезінде Баллард Товарды Гарансыз қашуға көндіреді. Бірақ ол досын сатып кетуден бас тартады. Гаранның өзі де екі ойлы еді. Бірақ соңында қытайларға көмектесуді таңдайды. Әскер жалғыз құбыжықты бөліп алу үшін отты снарядтармен қоршап, от сақинасын жасайды. Шынжырлар үзілгелі тұрғанын көрген Гаран болат арқанмен төмен түсіп, есінен танып жатқан мақұлықты мықтап байлап қояды. Дәл сол сәтте тұманнан жаңа жаулар шығады. Гаран жанын сала шайқасады, бірақ күші сарқылып барады. Қиын шақта Товар келіп құтқарып, досын қашпай, осылай қауіпті іске кіріскен үшін сөгіп алады. Олардың дауласы жаңа шабуылдармен үзіледі. Екеуі күш біріктіріп, құбыжықтардың көздеріне дәл тигізіп, оларды өлтіреді. Шайқас жалғасып жатты. Құбыжықтар жалынан өтіп,
Гаран мен товарды қоршап алды. Бақытымызға орай, Қытай әскері дәл уақытында қара оқ дәрмен толтырылған бомбаларды қолданып, құбыжықтарды жарып жіберіп, батырларды құтқарып қалды. Кейін Лин Гаранға келіп, неге төменге секіруге бел будың деп сұрайды. Батыр жауынгер соңында оған сенуді таңдағанын мойындайды. Үлкен құбыжықты торға қамап, магниттің әсерін тексеруге кіріседі. Ван тасты жақындатқанда, мақұлық мүлдем қимылсыз қалады. Бұл магниттің қуатын дәлелдейді. Тәкаппар елші Шэнь құбыжықты дереу императорға апаруды талап етеді. Ван қарсы болса да, оның сөзіне ешкім құлақ аспайды. Әскер қамал түбінде жаңа құбыжық қимылын байқайды. Осы сәтті пайдаланған Баллард пен Товар қара оқ дәріні ұрлап, қашуға дайындалады. Гаран оларды тоқтатпақ болып, досын шайқаста қалуға шақырады. Бірақ циник Товар адамдардың құбыжықтарға қарсы тұруы мүмкін емес дейді. Уайым үстінде Баллард Гаранды есінен тандырып, Товарды досын тастап кетуге көндіреді. Лин мен Ван алдыңғы шабуылдардың бәрі назарды басқаға аудару үшін болғанын түсінеді. Негізгі қауіп құбыжықтардың астанаға апаратын алып, тоннель қазып үлгергені. Егер олар қалаға кірсе, тоқтату мүмкін емес. Ван солтүстік желдің көмегімен әуе шарларын пайдаланып, 6 сағатта астанаға жетуді ұсынады. Сәтсіз сынақтарға қарамастан, Лин дайындыққа бұйрық береді. Лин еуропалықтардың қашқанын естіп, Гаранға ашуланады. Ол өзін ақтауға тырысқанымен сенбейді. Тек Пан куәгерлік еткенде ғана құтылып, түрмеге қамалады. Ал Товар мен Баллард далада адасып, Баллард серігін сатып кетеді. Қытай жауынгерлері қара оқ дәрмен толтырылған әуе шарларына мінеді. Көп адам жолда қаза табады. Пан Гаранды босатып, ол Ваннан ақыл сұрайды. Ван жалғыз үміт хан Шаймды өлтіру екенін айтады. Тек сонда оның барлық құлы әрекетсіз қалады. Гаран қашудан бас тартып, садағын қайта талап етеді. Пан да қосылып, үшеуі соңғы әуе шарымен астанаға аттанады. Ал Баллардқа монғолдар тап болып, қара оқ дәріні тартып алып, отқа тастайды. Жарылыстан әрі монғолдар, әрі Баллард қаза табады. Астанада елші Шэнь магниттің әсерін көрсетіп жатқанда, құбыжық оянып, хан Шаймға белгі бере. Қалаға шабуыл басталады. Лин мен тірі қалған сарбаздар келіп жеткенде, қираған қаланы құбыжықтар қаптағанын көреді. Жауынгерлер сарайға жетуге тырысқанда, жүздеген құбыжықпен соғысады. Лин қоршауда қалады. Сол сәтте Гаран келіп, оны құтқарады. Олар гранаталармен жол ашып, сарайға кіреді. Жауынгерлер бір құбыжықты ұстап алып, оған бомба байлайды. Жоспар оны хан Шаймға жеткізіп, жарып жіберу. Бірақ құбыжықтар жер астына кіріп, сарбаздарды қырады. Жас Пан өз-өзін құрбан етіп, жолды жабады. Гаран мен Лин мұнараға көтеріледі. Ван есікті магнитпен қорғап, өзі қалады. Гаран 2 рет оқ атқанымен, хан Шаймның сақшылары бомбаны тосып қалады. Соңғы сәтте ол арқанмен төмен секіріп, магнитті лақтырады. Лин найзаны дәл лақтырып, бомбаны хан Шаймға жеткізеді. Құбыжық патшайымы от ішінде жарылып, мыңдаған құлы өледі. Адамзат жеңіске жетеді. Біршама уақыттан кейін Гаран ұлы Қытай қорғанына оралып, Товарды түрмеде көреді. Ол досын құтқарғанын, император оған Товардың өмірі мен қара оқ дәрінің арасында таңдау бергенін айтады. Гаран достықты таңдады. Ол Лин мен қоштасып, генерал шенін алғанын құттықтайды. Лин оның шешімін қолдайды. Екі дос аттанып кеткенде, Гаран артына бұрылып қарайды. Оның жүрегінде бұл жерге қайтып оралатынына сенім бар еді. Өйткені ол мұнда шынайы достық пен өмірінің мәнін тапқан.